Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздер кәдеден жасалған роллы жасаймыз. Ол үшін бізге ұн, панировочный сухари, жұмыртқа, творожный сыр және қызанақ қажет. Кәдіміздің екі жағын осылай алып тастаймыз. Және қабығын екі шетін осылай алып тастаймыз. Кәдімізді ұзынша етіп осылай тураймыз. Жұмыртқамызға тұз себеміз де оны араластырамыз. Бірінші кәдіні ұнға батырып аламыз. Одан соң жұмыртқаға малтып аламыз. Осылай екі жағында малтып аламыз. Содан кейін панировочный сухариге екі жағын батырып аламыз. Кейін алдын ала қызып тұрған сұйық майымызға екі жағын қуырып аламыз. Ал енді салмасына келетін болсақ, қызанақты осылай етіп турап аламыз. Және салат жапырағының осылай артық жерін кесіп тастаймыз. Жапырағымызды тарелкемізге осылай орналастырып шығамыз. Ас көгімізді осылай ұсақлайтып тураймыз. Творожный сырымызға ас көкті сеуіп араластырамыз. Енді жаңағы қуырылған кәдінің үстіне салмамызды жағып шығамыз. Туралған қызанағымызды арасына салып әшекейлейміз. Және ас көкті де саламыз. Осылай әдемі етіп орап аламыз. Және тарелкемізге осылай орналастырып шығамыз. Кәдіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз.